Assalamu alaikum құрметті көрермендер. 2015 жылға Hyundai Accent 1.6 топливный фильтрін ауыстырайын деп жатырмыз. Топливный фильтрін. Бұларда топливный фильтр орындықтың астында болады. Оны алу үшін төмен қарай басып тұрып, итеріп көтересіздер жоғары қарай. Төмен басып. Міне шықты. Сидениясы шықты. Оның астында болты болады. Бұда бірақ болт қартылмаған екен. Бензин насос осы жерде тұрады. Осыны қазір ашамыз. Мына бензин насостың қақпағын ашу үшін шеттерінен жай пышақ тығып, былай көтеріп, қатты жабыспапты. Аштық. Үстінен басып, штекерді шығардық. Қазынан бәрі сабырақтарды бетеп қырып босатып алайын, сосын сүртіп алып тастайын. Әрине щетка болса өте жақсы. Щеткамен тазалағанға. Так, мына енді шетіндегі трубкаларды алып тастау керек. Бүйтсеңіздер болады, шетінен отеркамен бассаңыздар. Шығады. Шетіне алып қойсаңыздар, ол бізге кедергі тимейді, керегі жоқ. Енді қазір мына екі топливный шлангты шығару керекпіз. Ол үшін астына бензин төгілмеу үшін астына пакет бірдеңе қойып, сол пакетте шығарамыз. Бензин ақпау үшін. Пластика кусимен қамытын бөліп аламыз. Таза бер. Таза екен. Қосылған шетінен басып шығару керек сөзсіз түрде. Жаңыз ашылған шығарамыз, басып мына екі көкті. Бензин ішіне астады. Бензин сол үшін сөзсіз түрде. Сөзсіз түрде не керек? Жабу керек. Орда енді сөзсіз түрде шеттерін трактормен тазалап сүртіп шығыңыздар. Бензин төгілген бензиндерді сөйтіп шетіндегі болттарды шығарамыз. Болттардың бәрін бұрап шығарамыз. Болттардың бәрін шығарып қойдық. Енді бензин насостың өзін алу керек. Ол үшін бензин насосты асықпаймыз. Жатқызамыз. Топливный поплавок арасында. Сонда
шығару керек бұны. Төкпей, асықпай сыртқа шығару керек. Топливный фильтр мынау сыртында қабығы, корпусы. Ішінде топливный фильтр бензин насоспен бірге болады. Соны қазір шешеміз. Топливный фильтрді корпусымен шығардық. Енді мына шетіне бірінші несін шығарамыз, кольцосын. Одан кейін артында кольцо бар. Енді так, шығады. Так, мына жерін шықты. Мына шетіндегілерді шығарамыз. Жалшық қылырды. Так. Енді мына екеуі бірге тұра береді. Мынаны алып тастаймыз. Таза екен. Енді мұны бізден бензин насос, мұны біздің фильтр. Енді бензин насосты фильтрден алып тастау керекпіз. Осы. Так, мынаны біздің дайын шығарып қойғанбыз. Так, енді так, мынау бензин насосты фильтрден алу үшін мына іштегі екі зачолканы шығарамыз. Біреуі мынау, екіншісі мынау. Түсті. Бензин насос. Топливный фильтр. Жаңадан саламыз. Бензин насос самай тұр. Мыналарды жинап алайық. Так, мұнан аламыз. Salamız. Басталды. Мынандай кішкентай колечкасы бар, мынаның ішінде тұрған. Соны сөз түрде ұмытпаңыздар. Сол колечканы да неға салу керек, орнына қайтып. Орнына қайтып салу керек. Орнына сақ қойдық. Енді мынаны нені қою керек, клапанды қою керек. Так, мынаны саламыз. Қайта орнына. Мына сөз түрде сыртқа қарау керек. Так, бензин насосты, топливный фильтр жинап қойдық. Мыналарды салып, енді осыны жинаймыз толықтай.
asıkpay mына кіргіземіз. Так, benzin насос салдық. Салдық. Енді қараңыздар. Мына іштегі резинкасын сөзсіз түрде бірінші мына жаққа қойып алу керек. Мына жаққа қою керек. Одан кейін барып мынаны кесу керек. Енді кольцосын. Так, benzin насосын жинап қойдық. Енді мына корпусқа кигіземіз. Так. Астан кигіземіз сөзсіз түрде. Жалғаймыз. Şu birliği olarak şettегілер. Жақын түсіп жатыр ма? Көрініп. Міне насосты кіргіздік осылайынан. Мына беті мына жаққа қарайды. Осылай жинап қойдық. Проводтарын бәрін кіргіздік. Мына проводты астаңыз әрқайсысын өз орнына кіргізу керек сөзсіз түрде. Одан кейін соңғысы мына насостың ішіндегі резинканы сөзсіз түрде сыртқа шығарып, бірінші оны мынаған кигізесіздер. Одан кейін барып мынаны трубканы кигізесіздер. Сонда өте дұрыс болады. Одан соң стопорный кольцосын қыстыруды ұмытпаңыздар. Оны болды. Құдай қаласа кадр орнына қоямыз. Ал мынау бензин насосты бакке салмай тұрып, бірінші оны былай пафл болып қойып, бірінші кіргізесіздер сөзсіз түрде. Сонда benzin насос ішіне оңай кіреді. Естіп қойып аламыз. Болттарын орнына қатырамыз сөзсіз түрде. Барлық болттардың бәрін қатырып болдық. Енді мына шлангілерін қосамыз, қайтып орнына қоямыз. Басқа өсегер екен анаған. Қатырдық. Оны қойдық. Қамытын қатайтамыз орнына кеп. Onda енді қақпағын жабамыз. Штекерін тығамыз.